Сәлем достар, сіздердің жазған комментарийларыңызды оқи келе, яғни сіздердің өтініштеріңіз бойынша мәтін есептер және жасқа байланысты келетін есептерді талдап көрсететін боламын. Жазып жатқан пікірлеріңіз үшін көптен көп рахмет. Ары қарай да мені қолдап, осы видеоны барынша таратуларыңызды сұраймын. Және каналыма жазылмасаңыз, каналыма жазылып, колокольчик все батырмасын басып қоюыңызды сұраймын. Алып кеттік. Трактордың дөңгелегі 900 метр қашықтықты өту үшін 150 айналым жасайды. Ал жеңіл машиненің дөңгелегі 2 есе көп айналады. Жеңіл машине дөңгелегіне 300 метр қашықтықты өтуге керекті айналым саны дейді. 900 метрге өту үшін 150 айналым жасаса, ал жеңіл машине дөңгелегі 2 есе көп дейді. Яғни 150-ді 2-ге өтеміз, яғни 300 болады. Енді қараңыздар, 900 метр қашықтықты 300 жеңіл машине 300 айналым жасайды. Жеңіл машиненің дөңгелегі 300 айналым жасайды. Пропорция құрастырамыз. Одан кейін жеңіл машине дөңгелегіне 300 метр қашықтықты өтуге керекті айналым саны дейді. Яғни 300 метр қашықтық, мына жерде 900 метр, ал мынау 300 метр, яғни метрдің астына метр жазамыз. Мынау 300 айналым бізде, 300 айналымның астына қанша айналым бізде, сол айналым саны керек қой, яғни x болады, x айналым саны. Осы x-ті табатын болсақ, 300-ді 300-ге көбейтеміз, 900-ге бөлеміз. Сол кезде 100 шығады екен, яғни бірінші А жауабында тұр екен. Келесі есеп, тең берілу үшбұрыштың табаны бүйір қабырғасынан 15 сантиметрге артық, ал периметрі 75. Үшбұрыштың табанының ұзындығын табыңыз. Геометриялық есептерде міндетті түрде тестте келеді. Сол үшін үшбұрыштардың түрлерін, төртбұрыштардың түрлерін, яғни олардың аудандарын, периметрлерінің формулаларын жаттап алсаңыздар, бұндай есептер шығару ешқандай қиындық тудырмайды. Енді тең берілу үшбұрыш дегеніміз екі бүйір қабырғасы тең. Яғни мынау бізде бүйір қабырғалар болады. Екі бүйір қабырғасы тең үшбұрыш тең берілу үшбұрыш деп аталады. Яғни табаны бүйір қабырғасынан 15 сантиметрге артық дейді. Бүйір қабырғасы x болса, x плюс 15 болады табаны. Сонда бүйір қабырғаларын x деп белгілеп аламыз, ал периметрі 3 қабырғасының қосындысын береді ғой. Сондықтан x плюс x плюс табанының қосындысын жазамыз. X плюс 15 тең 75 периметрі. Осы жерден x-ларды біріктірсек 3x тең 15-ті теңдіктің оң жағын өткіземіз. Сонда 75-тен 15-ті алсақ 60 болады. X-ті табатын болсақ, ол 20-ға тең. Енді 20 бұл бізде бүйір қабырғасы болады. Өйткені біз x-ті бүйір қабырғасы ретінде алдық қой. Сондықтан екі бүйір қабырғасы 20 болады екен. Енді табаны керек қой бізге, үшбұрыштың табанының ұзындығын табу керек. Табаны x плюс 15 болған. Енді x-тің орнына 20-ны қоямыз. Сонда 20 плюс 15 тең 35 болады екен. Келесі, лабораторияда қандай да бір сұйықтықты 200 мл құтыға құятын екі өлшеуіш прибор бар. Екі прибордың қаншалықты дәл жұмыс істейтінін тексеру мақсатында әрқайсысымен 10 реттен алып өлшегенде нәтиже төмендегідей болған. Бірінші прибор көрсеткіші және екінші прибор көрсеткіші. Осы екі приборды салыстыру қажет. Ол үшін бізде орташа мәнін табу керек дейді. Бірінші прибор көрсеткішінің орташа мәні. Орташа мән деген, яғни арифметикалық орта. Арифметикалық орта мұнда бірінші приборда берілген барлық көрсеткіштерді қосып, сосын осы жерде қанша сан тұр. Санайсыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 10 рет өлшеп алған ғой. Сондықтан жалпы саны 10 болып тұр. Сондықтан жалпы санға бөліп тастаймыз. Қараңыздар, міне жазып қойдым. Барлық көрсеткіштерді қосамыз бірінші прибордағы. Содан кейін олардың жалпы санына бөлеміз. Жалпы сан 10 болды. 10-ға бөліп тастаймыз. Сонда бізде 200 шығады. 200 бұл арифметикалық орта. Осы бірінші прибор көрсеткішінің арифметикалық ортасы. Яғни орташа мәні деп те атайды. Екінші прибордың көрсеткіштерін дәл солай қосып аламыз да, олардың жалпы саны болда да 10-ға тең, жалпы санына бөліп тастаймыз 10-ға. Ол жерде де 200-ге тең екен. Яғни А шамасы мен Б шамасы бір-біріне тең болады екен. Келесі сымнан қабырғасы 16 сантиметр тең қабырғалы үшбұрыш қарастырылды. Егер осы сымды жазып, одан шашы жасаған болса, осы шашының ауданын табыңыз дейді. Тең қабырғалы үшбұрыш дегеніміз аты айтып тұрғандай, барлық қабырғасы тең үшбұрышты айтады. Міне, барлық қабырғасы тең үшбұрыш, тең қабырғалы үшбұрыш болады.
яғни сымнан бір қабырғасы 16 болса, мына қабырғасы 16 болса, онда қалған екі қабырғасы да 16. Яғни 3 қабырғасы да 16-ға тең болады. Сонда периметрі 16 қосу 16 қосу 16 тең 48 болады. Жалпы периметрі. Бұны енді біз жазатын болсақ, бізде ұзын сым шығады, иә? Мынаны жазатын болсақ, ұзын сым, оның ұзындығы 48 болады. Енді бізде шаршы деген ол 4 қабырғасы тең 4 шаршы деп аталады ғой. Яғни сондықтан біз 48-ді 4-ке бөліп аламыз. Сонда әр қабырғасы 12-ден болады. Енді шаршының ауданы дегеніміз ол S тең А квадратқа тең. Яғни бір қабырғасын квадраттай салсақ, онда біз шаршының ауданын таба аламыз. Бізде бір қабырғасы белгілі 12, 12-нің квадратын жаза саламыз, сонда 144 см квадрат болады екен. Бірінші командада 15, екінші командада 18, үшінші командада 30 адам бар. Жарыс нәтижесінде жеңіп шыққан командада мүшелеріне бірдей етіп сыйлық таратылады. Және таратылмай қалып қойған сыйлықтар болмауы керек. Сонда ұйымдастырушы кем дегенде қанша сыйлық алу керек? Яғни бұл 15, 18, 30 сандардың ең кіші ортақ еселігін тап дегенді білдіріп тұр. Жауап арқылы таба салсақ та болады. Қараңыздар, бірінші вариантымыз екіншісінен қарайық. 63 деген бізде мысалы 63 сыйлық алынса, олар мысалы бірінші команда жеңсе, оған таратылмай қалып қойған сыйлықтар болмау керек. Яғни артық қалып қойған қалдық сыйлық болмау керек дейді. Яғни онда 63-ті 15-ке бөлсек, бізде қалдық шығып қалады. Яғни бұл вариантты алмаймыз. 45 көрсек, 45 15-ге бөлінгенмен 18-ге 30-ға бөлінбейді, қалдық қалып қалады. Мүмкін екінші команда, мүмкін үшінші команда жеңуі мүмкін ғой. Сондықтан бұл жауапты да алмаймыз. 270 деген үшеуіне де бөлінеді, жарайды, бұны қалдыра тұрамыз. 36-ны 15-ге бөлсек, қалдық қалып қалады. Яғни бұл вариантты алмаймыз. Сонда бізде қалды 270 және 90. 90-ды көреміз енді. Егер 90 үшеуіне де бөлінсе, онда ең кіші кем дегендегі сыйлық осы болады. Егер бұл бөлінбесе, онда жауап ретінде 270 алар едік. Енді көрейік, 90 15-ге бөлінеді, 90 18-ге бөлінеді, 90 30-ға қалдықсыз бөлінеді. Демек, кем дегенде 90 сыйлық алу керек. Яғни осылай жауабына қарай отырып шығара салуға болады. Нұрбол мен Ерболдың жастарының қосындысы 20. 4 жыл бұрын Нұрбол Ерболдан 6 жасқа үлкен болған. Ерболдың қазіргі жасы қандай дейді. Бұл есепте жауап арқылы тауып салуға болады, немесе мынадай түрде жазуға болады. Қараңыздар. Нұрбол мен Ерболдың жастарының қосындысы x плюс y 20 деп алдым. Енді 4 жыл бұрын болса, екеуінен де 4 жыл азайтылып кетеді ғой. Екеуінен де 4 жыл азайтылады, яғни 8 жылда азайтпаймыз. X плюс y тең 12. Бұл 4 жыл бұрынғы жастарының қосындысын береді. Енді 4 жыл бұрын Нұрбол Ерболдан 6 жасқа үлкен болған. X дегеніміз бұл Ербол болса, ал 6 плюс X деген Нұрбол болады. Өйткені 6 жасқа үлкен болған деп тұр ғой Нұрболды. Енді осыны шешетін болсақ, X-тарды біріктіріп, сандарды бір жаққа жинастырамыз. Сонда X-ға X қоссақ 2X болады. Плюс 6 мына жаққа теңдіктің оң жағына көшіреміз. 12-ден 6-ны аламыз, 6. X тең 3-ке. Бұл 4 жыл бұрынғы Ерболдың жасы болған. Енді бізге қазіргі жас, яғни 4 жылдан кейінгі жас сұрап тұр. Онда 3-ке 4-ті қосыламыз, 7 болады. Немесе жауабына қарап жазуға болады. Мысалға, бірінші вариантты алайық. Осы 7 деген жауап болуы мүмкін деп қарастырып көреміз. Сонда 7 бұл Ерболдың жасы болса, бізге Нұрболдың жасы 13 болады. Өйткені екеуінің жастарының қосындысы бізге 20-ны беру керек. Яғни 7 қосылған 13 тең 20. Яғни 7 мен 13 жас болады. Енді 4 жыл бұрын болса, екеуінен де 4 жылда азайтып тастаймыз. Екеуінен де 4 жылда азайтып тастаймыз. 7-ден 4 алсақ 3, 13-тен 4 азайтып тастасақ 9 болады. Енді 4 жыл бұрын Нұрбол Ерболдан 6 жасқа үлкен болған. Қараңыздар, жастары 3 пен 9 жас болған ғой. Енді 6 жасқа үлкен болып тұр, міне, көріп тұрғандарыңыздай. Демек, осы жауапты біз алады екенбіз, 7 жас дегенді. Енді ескере кететін жағдай. Қанша жыл өтсе де, екі адамның жастарының айырмасы өзгермейді. Немесе бірнеше жылдан кейін екі не бірнеше адамның жастарына да бірдей жас қосылады.
бірнеше жыл бұрын болса 2 немесе одан да көп адамның жастарына да бірдей жас азаяды. Осы заңдылықты ұмытпау керекпіз. Тағы бір мысал көрсетейін. Қазір анасы 54 жаста, ұлы 20-да, қызы 6-да. Неше жылдан кейін ұлы мен қызының жастарының қосындысы анасының жасына тең болады дейді. Енді оны біз қазір шығарып көрсетеміз. Қараңыздар, анасы 54 жаста болса, оған неше жылдан кейін x плюс x деп жазамыз, тең. Ұлына да 20 жасты қосамыз. Өйткені неше жылдан кейін деп тұр, мысалға. Ұлына да қызына да бірдей жыл қажет болады ғой, өйткені мына жерде айттым, бірнеше жылдан кейін болса, онда жастарына да, екі адамның жастарына да сондай жас қосылады деп айттым. Сондықтан 20 қосылған x плюс 6 плюс x болады. Енді осы жерден x-тарды жинастырып, сандарды бір жаққа жинастырсақ, x тең бізде 28 шығады. Яғни 28 жылдан кейін олар анасының жасына тең болады екен. Енді бұл есепті қараңыздар, жауап арқылы да шығарып көрсек болады. Мысалға, мына жердегі вариант 28 деген вариант тексеріп көрелік делік, онда анасына да сол жасты қосамыз, және де ұлына да қызына да сол жасты қосамыз. Сол кезде екеуі тең болу керек деген шартты жазып қоямыз. Анасының жасы 54, оған 28 жасты қосамыз, мына жерде айтқандай, тең 20 ол ұлы болған, ұлына да 28 жас қосамыз, қосылған 6 қызының жасы болған, оған да 28 жасты қосамыз. Енді қараңыздар, 54-ке 28-ді қоссақ 82, мына жақтағы амалдарды орындасақ 82. Яғни екі жақ бір-біріне тең болып тұр. Демек, осы жауап дұрыс деген сөз. Келесі, Марат пен әкесінің туған күні бір күнге түседі. Қазір Марат әкесінен 7 есе кіші, ал 5 жылдан кейін әкесі Мараттан 4 есе үлкен болады. Марат қазір неше жаста? Яғни жасқа байланысты есептерді осы варианттар арқылы оңай тауып алуға болады. Немесе теңдеу құрып та тауып алуға болады. Қайсысы ыңғайлы, сонымен шығара бересіздер. Қараңыздар, Мараттың қазіргі жасын x деп алсақ, онда әкесінің жасы 7x болады. Өйткені әкесі 7 есе үлкен болып тұр баласының. Енді 5 жылдан кейін болса, онда екеуіне де, баласына да, әкесіне де 5 жыл қосылады. Сонда 7x деген бұл әкесі болып тұр ғой, оған да 5 жылды қосамыз, тең. Енді 5 жылдан кейін Мараттан 4 есе үлкен болады деп тұр. Сондықтан 4 көбейтілген жақша ішінде Мараттың қазіргі жасы x деп алдық, оған 5 жылды қосамыз. Екі жаққа да 5 жылды қосамыз дедік. Енді осы теңдеуді шешетін болсақ, бізде x тең 5 болады. Демек, Марат 5 жаста екен. Немесе, қараңыздар, варианттар арқылы да теңдеу құрмай-ақ шығаруға болады. Мысалға, осы 5 деген жасты тексеріп көрелік делік. 5 деген жауап осы дұрыс деген, осы жауапты тексеріп көрелік. Сонда Марат пен әкесі деп жазып қоясыздар. Марат 5 жаста болса, әкесі одан 7 есе үлкен деп айтты ғой мына жерде. Онда 5-ке 7-ні көбейтеміз, 35. Әкесінің жасы 35. Енді 5 жылдан кейін деп тұр. 5 жылдан кейін болса, екеуіне де 5 жыл қосылады. 5-ке 5-ті қосамыз, 10 болады. 35-ке 5-ті қосамыз, 40 болады. Енді 5 жылдан кейін әкесі Мараттан 4 есе үлкен болады дейді. Қараңыздар, 10 және 40. 4 есе үлкен болып тұр ғой. Демек, Мараттың қазір жасы 5-те деп осы жауапты белгілейміз. Немесе бірінші вариантты көрелік. 8 дегенді қарап көрелік. Марат пен әкесі деп жазып қоямыз. Марат және әкесі. Мараттың жасы 8 деп қарап көрелік. 8 жас болса, онда әкесінің жасы одан 7 есе үлкен. 8-ге 7-ні көбейтеміз, 56 жаста. Енді 5 жылдан кейін болса, екеуіне де 5 жылды қосамыз дедік. 8-ге 5-ті қоссақ 13, 56-ға 5-ті қоссақ 61. 5 жылдан кейін әкесі Мараттан 4 есе үлкен болып тұр ма? Қараңыздар, 13-ке 4-ті көбейткен кездегі сан мына жерде болу керек еді. Яғни бұл 4 есе үлкен болып тұрған жоқ. Демек, бұл жауап дұрыс емес деген сөз. Осылай жауабына қарап ответті тауып алуға болады. Келесі, 400 километрлік жолды автокөлік 5 сағатта жүріп өтеді. Егер жылдамдығын 20 км сағат арттырса, сол жолды неше сағатта жүріп өтеді. Бұл есеп жылдамдыққа байланысты болса, бізде мынадай формула бар. Жылдамдық тең болады жолдың уақытқа қатынасын береді.
Немесе мына жерден жолды табу үшін s тең v көбейтілген t, яғни жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең. Немесе уақытты табу керек болса, онда уақыт тең болады жолды бөлеміз жылдамдыққа. Осы формуланы жаттап алу керек. Сол кезде осы жылдамдыққа, жолға байланысты есептерді шығару оңай болады. Енді бізде қараңыздар. Так, мына жерде жол берілген және уақыт берілген. Біз бұл жерден жылдамдықты тауып аламыз, иә? Онда мына формула бойынша жылдамдықты табатын болсақ, v тең жол бізде 400 болды, сағатымыз 5 болды. 400-ді 5-ке бөлеміз, 80 болады. Енді егер жылдамдығын 20 км сағатқа арттырса десе, онда осы 80-ге 20 км қосып тастаймыз, сонда 100 км сағат болады. Енді сол жолды неше сағатта жүріп өтеді дейді. Онда бізге уақытты табу керек, t-ны, иә? T тең s бөлінген v деген формуламен шығарамыз. Сонда t тең жол бізде 400, сол жолды деп тұр ғой, яғни осы 400 км жолды. 400 деп жазамыз, яғни содан кейін жылдамдықты арттырған кездегі жылдамдық бізде 100 болды. 100-ге бөліп тастаймыз, сонда бізде 4 болады. Яғни 4 сағатта жүріп өтеді екен.